Қайырлы күн баршаңызға. Құрамы үйдегі қолжетімді заттармен, шоколадсыз тек какаомен ғана жасалатын, креміне сливки қолданбай-ақ тек қана сүт пен заварной креммен жасалатын бюджетный торттың рецебімен бөлісемін. Сіз де осылайша арзан торт жасап отбасыңызды қуантқыңыз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. Ең алдымен 4 жұмыртқаға 1 стакан қант салып, аппақ пена болғанша миксерлейміз. Осы массамыздың үстіне сұйық май қосып, алдын ала електен ұнды өткізіп, үстіне 2 ас қасық какао қосып араластырамыз. Пенамызды басып алмай, лопатканың көмегімен төменнен жоғары қарай массамызды араластырамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Келесі заварной кремде, яғни қайнатпалы кремді дайындаймыз. 2 жұмыртқаға қант, сгущенка және 2 ас қасық ұн салып араластырамыз. Массамыз бір келкі болып араласқаннан кейін үстіне жарты стакан сүт қосып, массамызды баяу отқа қойып қайнатамыз. Кремді үнемі араластырып отырмаса, асты жабысып қалуы мүмкін. Крем қоюланған кезде пештен алып 200 грамм сары майды миксерлеп, осы майдың үстіне салып, бір келкі масса болғанша біріктіреміз. Кальцоға тортымызды жинап 4-5 сағатқа салқын жерге қоямыз. Келесі ганашты дайындаймыз. Қант, какао және үстіне 2 ас қасық сметана қосып, 100 грамм сары май қосып, осы массамызды баяу отқа қоямыз. Әбден еріп бір келкі масса болған соң, оттан түсіріп суытуға қоямыз. Салқын жерде тұрған тортымызды шығарып, бетіне осы ганашымызды құйып, лопатканың көмегімен тегістеп шығамыз. Осымен тортымыз дайын.